Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз қатынас пропорция. Қатынас дегеніміз негізінде бөл. Қатынас деген не? Ол бөл. Бір санды бір санға бөлетін болсақ, сол санны мысалға мысалға мен айтатын болсам бөлу б деп айтатын болсам, оны а-ның б-ға қатынасы деп айтуға да болады. Пропорция деген сол екі қатынас, егер бір-біріне тең болса, мысалға а-ның б-ға қатынасы, ол тең с-ның д-ға қатынасы болса, ол кезде мына екі қатынас егер бір-біріне тең болса, оны біз не айтамыз? Пропорция деп атаймыз. Есепті біз шығарып кете береміз. Ал түсініксіз болса кейін комментарияға немесе WhatsApp-пен көрсеңіз WhatsApp-қа кейін жазсаңыз болады. А, Б, С бұрышы 120 градус. Бұрыш дегеніміз арасы неше градус? 120 градус. Мына жері А, мына жері Б, мына жері С. БЕ кесіндісі БЕ. Е деген мына жерде болады сонда. БЕ кесіндісі осы бұрышты қатынасы 5, 7 болатында екі бөлікке. Мына жері бір бөлік, мына жері бір бөлік, екі бөлікке бөлік. Значит, мына жерде мен 5 деген 5-ке еселі болады 5х, мына 7 деген 7-ге еселі 7х. БЕ кесіндісі А, Б, С бұрышын қандай бұрыштарға бөледі дейді. Сонда мына жерім 5х болды ғой. Осы 5х-ті мына 7х-ге қосқанда жалпы бұрыш шықпай ма? Мына 5х-ге 7х қоссам 12х, жалпы бұрышым 120, х тең болды неге? 10-ға. Х тең 10 деген менде ол жауап емес. Мұны әрқайсы х-тің нешеге еселі екенін білдіреді. 10-ды 5-ге көйтсем 50, 10-ды 7-ге көйтсем 70. Сонда менде жауабы не екен? 50 мен 70. Келесі есеп. Мұна есеп жақсылап оқып, есептің шартын жазу шарт емес, мағынасын жазып, суретін салып, тақырыпты қойып, суретін салып қойсаңыз жеткілікті деп ойлаймын. Ары қарай, екінші есеп. Тік төртбұрыштың қабырғаларының қатынасы 8, 5-ге қатынасындай. Ал периметрі 130 сантиметр. Тік төртбұрыштың ұзындығын тап дейді. Тік төртбұрыш десе, алдымен асықпай есепті сызып, жазып, бояп, мән мағынасын түсініп шығару керекпіз. Егер басынан бастап мән мағынасын түсініп алсақ, есепті бірінші алдымен дұрыс шығаруды үйреніп алсақ, одан кейін тезірек шығаруға әрекет жасаймыз. Бірінші алдымен периметр деген не? Мына қабырғасыны, мына қабырғасыны, мына қабырғасыны және мына қабырғасын есеу қосу. Біз білеміз, периметр деген А плюс Б көбейту 2 деген формула білеміз. Бұл формула тек қана тік төртбұрышқа қатысты формула. Дөңгелекке немесе басқаша фигураларға ол сәйкес келмейді. Сол үшін бір формула қатып қалмаймыз. Бізде периметр деген мына фигураны айналып шытқы қабырғаларын қосу. Жақсы. Сонда ұзындығын едіне қатынасы бізде не болды? 8, 5 болды. Сонда мына жерім 8х болады, мына жерім не болады? 5х болады. Периметр неше менде? 130. Сонда мына жерім 8х болса, мына жерімде 8х. Мына жерім 5х болса, значит мына жерімде 5х. 8х-ге 5х қоссам 13х. Мына жерде 13х, жалпы 26х. Ол тең неге? 130-ға. Сонда х тең болды, мен 130-ды 26-та бөлсем не шығады? Жалпы 5 деген сан шығады. 5 деген ол мене жауап па? Әлі жауап емес. Менен сұрап жатқан не? Ұзындығы. Ұзындығы менде 8-ге еселі ғой? 8х. 8х-ті апарып, мына 8-ге несем көбейтемін. Сол кезде не шығады? 40 деген жауап шығады екен. Ары қарай.
пропорция теңдік белгісінде. Енді пропорция, мынау да бір қатынас, мынау да бір қатынас. Екеуі ортасына тең тұр, значит бұл не? Бізде пропорция. Мына қараңыздар, мына жерде А болса, мына жерде Б болса, тең, мына жерде Д, мына жерде С болса, мынау С болса, мен мына үстімен мына үстіні, мына астымен мына астыны, немесе мына өздерін не істей аламын? Қысқарта аламын. Енді мектепте үсті деген, асты деген сөз қолданбайсыңдар, көбінесе емес, негізі термин қалай бізде? Алымы, бөлімі. Мына жерде А бөлі Б болса, мынау менде алымы, мынау не? Бөлімі. Енді сендерге түсінікті оңай болу үшін біз үсті асты деп айтамыз. Өйткені сызықша тұр, бөлшек сызығы бөлу деген мағынаны береді. Қандай мағынаны береді? Бөлу деген мағынаны береді. Үсті асты бізге ажырату оңай. Жақсы, кеттік. Енді қараңыздар. Бізде мына пропорция шығарудың көп тәсілі бар. Ең алдымен мен былай жасасам болады. Мына шеткі және ортаңғы мүшені көбейту арқылы жасасам болады. Немесе мына екі көбейт мынаған бөлсем, ол мынаған тең болады. Мен сонымен жасайын. X минус 8 ол тең. Мына екі санды көбейтіп, мен мынаған бөлемін. Мына екеуін көбейтемін, мынаған есем бөлемін. Ал көбейткен мына екеу менде қандай? Аралас бөлшек. Мынау енді жай бөлшек, мынау аралас. Аралас бөлшек неге айналдырамыз? Бұрыс бөлшекке. 11,7-тен 4-ті тең 11-ді 7-ге көбейтем 77, 4-ті қоссам 81, мына жерде 7. Сонда 7, мына жерім 81, көбейтемін 27, мына жерде 8. Ал мына 5,3-тен 1-ге бөлу керекпін, бірақ мен соны бөлмен көбейтуге айналдырып жіберейінші сразу. Болады, бөлуді көбейтуге айналдыру үшін біз десеміз сальто жасаймыз. Сальто, значит, орын десеміз ауыстырамыз. Сонда 5-ті 3-ге көбейтсе 15, 1-ді қоссам 16. 16 негізінде үстінде болу керек, мен астына жазам. 16. Мына 3-ті үстіне жазам. Енді мына жерде 27 мен 81 мен қысқартам 27-ге 1, мына жерде 3. 8 бен 16-ны 8-ге қысқартам кетті, мына жерде 2. Сонда x минус 8 ол тең. 3-ті 3-ге көбейтсем 9, 2-ні 4-ге көбейтсем 7-ге көбейтсем 14. Мына 8 мына жаққа не болып келеді? Қосу болып келеді, Сонда x тең болады 8,14-тен 9. Ойбай, мына жерде x қой. X тең болды 8,14-тен 9. Міне жауабымыз. Ары қарай біз айттық, пропорцияның 4-5 жолы бар. Есептің берілгеніне қарай қай жолды қолданасың, соған мән беру керек. Енді қараңыз, біз мұны айтқан қысқартуды мына жерде жасауға ыңғайлы. 6 мен 36 мен 6-ға қысқартайын. Кетті. Мына жерде 1, мына жерде 6. 6 мен 2-ні қысқартайын. Мына жерде 3, мына жерде 1. Сонда енді крест на крест көбейтем, бұлай крест на крест нестем көбейтем. X-ті 1-ге көбейтем, ол x тең. 3-ті мына 5-ге көбейтем, 15. Кеттік ары қарай. Есепті видеоны паузаға қойып, есепті не істеп аламыз? Жазып аламыз, Енді пропорцияның бір несі, мысалға мына жерде бізде не бар? Көлем бар, масса бар. Мына жерге көлем, масса деп қойын. Көлемі 2-де 5. Көлемі неше? 2-де 5. Бетонның массасы 4,78 тонна. Массаның астына масса жазам, көлемнің астына көлем жазам. Массасы 6,65. Көлемі неше? X көлемі X. Ал енді x-ке қарама-қарсы тұрған санды қайда жазамын? Астына жазам. X тең, астына жазамын 4,75-ті, үстіне жазам 2,5 көбейтілген 6,65. Ал енді бұны қалай есептеген бізге оңай. Үтірлер санаймыз. Үтірдегі бір сан бар,
мына жерде 2, 3. Мына жерде жалпы үтірдегі 3 сан бар. Мына жерде 2. Значит, мына жерге бір 0 қосам деген сөз, иә? Немесе мына жерде 2 құртсам болады. 25 көбейту 665. Мына жерде 475 көбейту 10. Сонда үтірлерді мен еседім, үтірлерден құтылдым. Түсінікті, иә? 5-ке қысқартайын. 2, 5-ке қысқартсам 5. Енді мынаны 5-ке қысқартайын. Неше болады? Мен 45 болса 9, 45, 2, 25 болады. 95 болады. 665-ті 95-ке бөлеміз. Не шығады ол кезде? Бізде 7 шығады екен. 7 шыға ма точно? 665-ті бөлеміз 95. Значит, бізде 7 жерін жауап жоқ, значит, бізде қазір қате. Қатемізді табайық. Қате қай жерде болды бізде? Қазір көреміз. Қараңдар, оқушылар, мына жерде біз бөлшектің астында 2 бар ғой, бағана қысқартқан кезде 5-ті. Сол 2-ді мен мына жерде ұмытып кетіппін. Біз соны ескермей, сонда жауабын 7 жаздық. Негізінде бағана 2 бар, 95-дің қасында көріп тұрсыңдар ғой, 2 бар. Сонда 665-95-ке бөлсек ол 7. 7-дің қасында бөлі 2 бар. 7-ні 2 бөлеміз, сонда жауабым менде не шығады? 3,5 болды жауабым. А вариант болады. Сол үшін мұқият болуға тырысайық. Мен асығып жасаймын дедім, бір қателік кетті, иә. Ештеңе етпейді, бірақ соны енді сендер тест жасау кездерінде аспауға тырысамыз. Әр жылдам шығару керек, әрі қатесіз шығару керек біз. Жақсы ма? 2 қосамыз, 10 қостық. 5. 5-ге қысқартсақ 45 95. Сонымен жауабым 7 болады екен. Басқа. Мына жерде технический ошибка болуы мүмкін, жауабым 7. Немесе қазір қатемізді егер болса, қайтадан бір қарап шығамыз, е? Кеттік. Алмаларды 25 жәшікке 18 алмадан салды. 18 алмадан 25 жәшікке. Сонда мен 25-ті 18-ді көбейтсем, жалпы алма саны шығады, е? Осы алмаларды 30 жәшікке салу үшін мен 30-ға бөлемін. Міне, бұл бізде сонда 25 жәшікке 18-ге салдық, жалпы алма саны шығады. Енді осыны 30 жәшікке салу үшін неше алмадан мен 30-ға бөлемін. Қысқартамын 6-ға 5, мына жерде 3. 5-ке қысқартсам, мына жерде 5. 5 3-ге көбейтсем не болады? 15. Жауап не болды менде? 15. Келесі қараңыздар. Мына жерде көлем, салмақ. Бағанағы сияқты көлем және салмақ. Көлемі 4, салмағы 2-де 8. Көлемі 10,7, салмағы x. X-те қарамағасы тұрған нені санды астына жазамыз. X-тен болды 4, 10,7-ні көбейтемін 2-де 8-ге. Қысқартсам 4-ке 0,7, иә? 0,7-ні 10,7-ні керек, көбейту керек. Бұның көбейту оңай жолының бірі 7-ні 100-ді көбейтеміз. 749. Өтірден кейін біреу, 2 өтір сылсам, сонда 7,49. Пока что видео сабағымызды осыны аяқтаймыз. Қош сау болыңдар. Жақсылап, ерінбей еңбек етіп, үй тапсырманы жақсылап орындап, түсінбеген сұрақтарыңызды сұраймыз, жақсы ма, балалар? Бай-бай.